Бұл бірінші маусымның соңғы бөлімі, және ол басталмас бұрын, әдеттегідей лайк басуды және менің телеграм каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Біз анимені бастаймыз. Жекпе-жектен кейін Ипа есін жиды және осы уақыт ішінде Такамура, Кимура және Аоки ауруханада болғаны белгілі болды. Олар жаңа ғана сол жердегі медбикелерге келді. Нәтижесінде олар жұптық кездесуге бара алды. Қуанышқа орай, ол Кумиді жұп ретінде кездестірді. Ол кездесуден кейін ол үйге дейін барды. Тіпті оған қонаққа бара алды. Олардың үйінде оның суреті ілулі тұр екен. Бірақ бұл Машаға кімді жою керектігін еске салады. Сондықтан ол оған бұл күнді міндетті түрде жеңіп алу керек екенін айтады. Сондықтан Затемшева оны жекпе-жекке шақырып, оны жеңе алады. Бірақ бұған дейін сана күнінің өткеніне сәл тереңірек үңілу керек. 6 жыл бұрын сен бокстан әлем чемпионы Рикардо Мартинеске қарсы шықтың. Бірақ олардың күштеріндегі айырмашылықтың үлкен болғаны сонша, жеңілістен басқа, мұрныңнан жарақат алдың. Бірақ бұл ең қорқыныштысынан алыс. Шындығында, дәл осы сәтте оның әйелі жүкті болды және жекпе-жекке шыққан күндерді көріп, ол қатты қобалжып, баспалдақтан құлап, баласынан айырылды. Біраз уақыттан кейін олар әлі де балалы бола алды. Бірақ бұл оқиға даталарды бокстан кетуге және жаңа кеңсе өмірін бастауға мәжбүр етті. Бокстан кеткеніне қарамастан, олар аяғынан тұра алды. Бірақ бұл күн оның әйелі емес, сондықтан олар мұндай өзгерістерге үйреніп қалған. Олар жай ғана көңіл көтеруді тоқтатты. Әйелінің айтуынша, 3 жыл бұрын Мексикадан тағы бір адам оралған. Сен қайтадан шынайы болуың үшін, ол боксқа қайта оралып, тағы да әлем чемпионы белбеуін жеңіп алуға тырысуы керек. Ол оның сөзіне құлақ асып, біраз уақыттан кейін Жапония чемпионы атағын жеңіп алды. Демек, енді ол қандай жағдай болмасын, Паны жеңіп, Рикардо Мартинестен реванш алуы керек. Дәл осы уақытқа дейін оның белбеуін Такамура қорғады. Ол салмақ өлшеу кезінде сәтсіздікке ұшырады. Осыған байланысты ол салмағын жоғалту үшін Моншаға барды. Онда ол Паға чемпиондардың ерекше адамдар екенін және олар рингке ең жақсы формада шықпаса да, олар әлі де ең мықты екенін айтады. Бұл сөздерде күндерді растап, Паға оның шынымен ауыр соққыларға ұшырауына жол беріңіз. Олардың салмағы жоқ екенін айтады. Сондықтан ол бұл жұдырықтарымен оны жеңе алмайды. Такамура рингке өз бетімен шықпады. Сондықтан алғашқы секундтардан бастап, ол үлкен қиындықтарға тап болды. Оның қарсыласы ауыр соққылар жасады және оның жекпе-жекте жеңіске жеткені анық болды. Алайда ауыр Такамураның күшті болғаны сонша, қарсыласы тіпті жеңіске жетіп, одан қорқа бастады. Соған қарамастан, Такамура нокдаунға түсіп кете жаздады. Бірақ Па мен жігіттердің қолдауы оған жаңа күш-қуат қосты. Соның арқасында ол жекпе-жектің барысын бірден өзгертіп, қарсыласын нокаутқа жіберді. Осылайша белбеуін қорғады. Үйге қайтып бара жатқанда, Такамура дәл осы күндердің нені білдіретінін айтып береді. Егер бұл матчта Ипа болмаса, Такамураның соққысы әлдеқайда жеңіл болар еді. Бірақ Камагава залы, жігіттердің күтуі және Такамураға деген үміті оның жұдырығына қосымша салмақ түсіреді. Сондықтан күннің соққысы өте ауыр болып көрінеді. Осыдан кейін Куми Ипті үйіне мерекеге шақырады. Өйткені Машева жеңіл салмақта Жапония чемпионы атағын жеңіп алды. Машаның айтуынша, бұл жекпе-жектің басқалардан еш айырмашылығы болмас еді. Бірақ оның жүзінен аренада осы белбеу үшін өз өмірін қатерге тіккені көрініп тұрды. Чемпионатты тойлаған Машиба Куми алдағы жекпе-жегінде де сәттілік тілеп, жеңіске жеткенде оған міндетті түрде осындай мереке ұйымдастыратынын айтты. Ақыры жекпе-жек күні келді. Оған екі жауынгерде ең жақсы формада рингке шығып, бар ынтасымен дайындалды. Гонг шырылдап, бірден шабуылға шыға салысымен және ол нысанаға тиіп кетпесін күні оның соққыларына абай болу керек екені сөзсіз. Жауап ретінде, сіз жоғарыдан соққы жасамақ болдыңыз. Бірақ жалтарып, бауырыңызға соққы бердіңіз. Алайда, бұл По өзінің қорғанысын ашты. Оны күндер бірден пайдаланады. Осы күннен кейін бірден құлағының артына пышақ сұғады. Бұл Паның құлағында қатты шырылдауды тудырады. Соның арқасында Дата бастаманы өз қолына алды. Жағдайды өзгертуге тырысып, күндерді арқандарға қойып, қысқа қашықтықтан асқазанға қатты соққы береді. Бұл бірінші раундтың мүлдем тең өтуіне себеп болды. Оның боксымен және По Даталарды өзіне одан да байыпты қарауға мәжбүр етті. Сондықтан Датаны жеңуге деген ұмтылыс аспанға көтерілді. Өйткені ол әлемді қалай сынайды, егер ол Ипны жеңе алмаса. Өз кезегінде, Ип осы сәтті пайдаланып, басына қатты соққы бере алды. Құрманың басы артқа ұшып кетті. Ол міндетті түрде жарақат алғандай болды. Тек Ип жұдырығында қатты соққы сезімін сезбеді. Шындығында, соққылар кезінде Дата осылайша оны жұмсарту үшін басын соққыға қарай әдейі бұрып жіберді. Мәселе мынада, осыған байланысты По Датаның жұдырығының салмағы жоқ деген сөзін есіне алды. Сондықтан алаңдай бастады. Осыдан кейін Ипа тағы да Датаның басына қатты соққы бере алды.
бірақ сол дата техникасын қолдана отырып, соққыны жұмсартып, содан кейін бірден ипні жерге тастады. Дүрбелең басталып, даталарға қатты шабуыл жасай бастады. Бірақ дәл сол әдісті қолдана отырып, дата тағы да өз қолындағы зиянды барынша азайтты. Соның арқасында ол өз кезегінде Гонг керемет түрде құтқарған ЖГ-ге бірнеше соққы берді. Және деңгейдегі айырмашылықты сезінген дата өзінің артықшылығын көрсете отырып, қолын жоғары көтереді. Әрине, бұл IPнің сенімділігіне қатты әсер етті. Бірақ Камагава оны дата дәл осылай жарақат алғанына сендіре алды. Сондықтан егер ол шабуылын жалғастыра берсе, ол ерте ме, кеш пе өз жолын табады. Нұсқауларды орындай отырып, бастаманы өз қолына алып, өзінің ең жақсы шабуылдарының күндерін белгілей алды. Содан кейін ол міндетті түрде құлап кетуі керек еді. Бірақ одан кейін де, сен ештеңе болмағандай тұрдың. Әрине, бұл оған қатты ауырды. Бірақ ол өзінің барлық келбетімен соққылардың оған мән бермейтінін көрсетуге тырысты. Оның жоспары жүзеге асты және ол өзіне деген сенімін толығымен жоғалтты. Сондықтан ол үнемі құрма соққыларының барлық түрлерін алды. Тағы біраз уақыттан кейін бұл күн оны нокаутқа түсіретіні анық болды. Бірақ соңғы секундтарда бас тартқысы келмеді және По қарсы шабуылға шықты. Оның көмегімен ол үзіліске дейін шыдай алды. Екі жауынгер де ауыр жарақат алды, бірақ По жарақаттары әлдеқайда ауыр болды. Сондықтан Камагава сүлгіні лақтыруға алдын ала дайындалды. Өйткені ипа шегіне жеткені анық болды. Оның жағдайына қарамастан, ол тікелей баруға шешім қабылдады және күннен бастап таза соққылармен сауда жасай бастады. Және ол бірнеше жақсы соққылар жасай алсын. Иптің денесі шыдай алмады және ол құлап түсті. Бірақ керемет ерік жігермен Ипо орнынан тұрып, күресті жалғастыруға күш табады. Осы позицияда бола отырып, Ипа бірнеше рет жекпе-жекте жеңіске жетті. Бірақ бұл жолы штопор соққысын қолданып, дата оны нокаутқа түсіріп, лақтырылған сүлгімен бірге еденге соғып, чемпиондық белбеу үшін жекпе-жегінде жеңіліп қалды. Жеңілгеніне қарамастан, Ипа керемет бокс көрсетті. Ол күндерді де бағалап, оған осы жекпе-жек үшін алғыс айтты. Аниме көрумен қатар, уақытыңызды қалай қызықты өткізуге болатынын білесіз бе? Тағы да тегін атқыш инновациялық струнификация механизмі бар стиль туралы емес. Басқару пернесін басу арқылы ойыншылар қорғаныс, қозғалу немесе қабырғаларға өрмелеу үшін 3D-ден 2D-ге дейін еркін ауыса алады. Бұл геймплейді айтарлықтай өзгертеді және жаңа стратегияларды қосады. Ойын барлығына арналған, өйткені струификацияны қолдану арқылы жаңадан бастағандар алатын зиянды азайтып, өмір сүру деңгейін жақсарта алады. Ал тәжірибелі жігіттер струификацияны стратегиялық шайқастар үшін пайдаланады. Және бұл бірегей ұрыс тәжірибесін жасайтын кейіпкерлердің дағдыларының үйлесімін әлі қарастырған жоқ. Командалық атқыштардың барлық жанкүйерлері үшін таза ауаның жаңа тынысы. Сонымен қатар, ойында шабуыл мен қорғаныстың жан-жақты жүйесі бар және струнификацияны пайдалана отырып, ойыншылар өз стратегияларын әртүрлі ойын мәнерлеріне бейімдеу керек. Мысалы, мен мергендер ретінде ойнағанды жақсы көремін. Сондықтан Ричи менің сүйіктім. Мұның бәрі өте үлкен естіледі. Ойынның жаңа трейлерін міндетті түрде қараңыз. Онда жаңа кейіпкерлер, қару-жарақ, карталар және ойын механикасы бар. Дәл қазір ойында бета-тест өтіп жатыр. Онда әртүрлі карталар, қарулар мен кейіпкерлер қазірдің өзінде қолжетімді. Бұл ойынды алғашқылардың бірі болып сынап көрудің және ашық бета-тест алдында Эраутың одан әрі дамуына үлес қосудың тамаша мүмкіндігі. Супер стринг функциясының сынағы енді компьютерде қолжетімді. Ойынды жүктеп алу үшін сипаттамадағы сілтемені орындаңыз және 360 мыңнан астам рет жасалған ескі виш-листемді қосуды ұмытпаңыз. Бұл жеңіл спа үшін бірінші болды және оның Жапония чемпионы белбеуі үшін өткен матчта болғанын ескерсек, бұл оған одан да ауыр болып көрінді. Оның жүрегі қатты ауырды, бірақ ол қорқынышты ештеңе болған жоқ деп сендіре берді. Жағдайды саналы түрде бағалауға тырысып, Ипа жекпе-жекті талдай бастады. Жазбаны қарап шыққаннан кейін, ол сайып келгенде, күндердің өзі сияқты ауыр жарақат алғанын және егер Ипадан қорықпаса, оның бұл белбеуді жеңіп алуға барлық мүмкіндігі болатынын түсінді. Және оның титулды өзі жіберіп алғанын сезіну оған одан да қатты әсер етті. Үйге келгенде, Ипа қатты ашуланды. Анасының айтуынша, мектептен ұрып, соғып қайтып келе жатқанда, ол күліп, ұрып-соғу фактісін бар күшімен жасыруға тырысқан. Ал бокстағы бір ғана жеңіліс оның моральдық жағдайына қатты әсер етеді. Бұл оның боксты шын жүректен жақсы көретінін дәлелдейді. Сондықтан ол оған нәтижеге риза болғанша ештеңе үшін тоқтамауын айтады. Өйткені оның әкесі дәл осылай істеген. Соған қарамастан, сен әлем чемпионы белбеуінің артына бардың. Сондықтан ол Жапония чемпионы атағын жастарға қалдырды. Ал Сент пен Уорк белбеуді кім тағып жүргенін анықтау үшін сонда болады. Сенттің жанкүйерлері көп, ал Уорк басқа елден келген. Сондықтан оны мұнда ешкім қолдамайды. Бүкіл арена Сент үшін болды және бұл екі жауынгерге де қатты әсер етті. Бұл Уорк үшін үлкен қысым болды. Ал Сент үшін бұл үлкен жауапкершілік болды. Бастапқыда жекпе-жек тең болды. Бірақ уақыт өте келе бастама Уорктың жағына шығып, бір сәтте ол Сентті нокдаунға жіберді. Әрине,
ол бас тартпады, және олар өздерін мүлде аямай, бір-бірін ұра берді. Және бұл алмасуларда Сент күштірек болды. Бұл Уорктың нокдаунға себеп болды. Бірақ ол да бас тартқысы келмеді. Сондықтан ол дәл осылай орнынан тұрып, күресті жалғастырды. Бұл екеуі бір-біріне лайықты болды. Сондықтан олар соңғы 10-шы раундқа дейін жетті. Жекпе-жек мәртебесіне қарамастан, олар құрметке ие болды. Сондықтан жұдырықтарын түйді. Қалай болғанда да, Сент ұпай бойынша жеңіліп қалды. Ал егер ол Уоркты нокаутқа жібермесе, ол міндетті түрде ұтылады. Бірақ жекпе-жек кезінде ғана борт тайып, 3-ші тірек нүктесіне сүйенеді. Оны төреші локдаун деп бағалайды. Бұл ұпайларға қатысты жағдай түбегейлі өзгеріп жатқанын білдіреді. Енді Уоркқа құмды нокаутқа түсіру керек. Бірақ ол қанша тырысса да, құм құлап кетпеді, және төрешілердің шешімімен жеңіс оған бұйырды. Уорктың жаттықтырушысы бұған қарсы шығуға тырысты. Өйткені Уорк жай ғана тайып кетті, және ол жерде ешқандай құлаудың иісі сезілмеді. Бірақ жекпе-жектің нәтижесін енді өзгерту мүмкін емес. Яғни санда Жапония чемпионы атанды, бұл оған ерекше ұнамады. Өйткені ол өзін жеңімпаз сезінбеді. Сондықтан ол Уоркқа келесі жолы олар дұрыс күресетінін айтты. Алайда, Уорктың айтуынша, келесі жолы болмайды. Мәселе мынада, шетелдік жауынгерді ұстау өте қымбат. Сонымен қатар, ол шетелдік болғандықтан, Уорктың жанкүйерлері жоқ, және ол қатарынан 2 жекпе-жекте жеңіліп қалғандықтан, ол өз рейтингін одан сайын жоғалтып алды. Сондықтан, оның аудиториясы онымен келісімшартты бұзу туралы шешім қабылдады. Яғни Уорк үйіне қайтуға мәжбүр болады. Мұны біліп, терлеп, оны шығарып салуға келді. Ол үшін мұндай керемет боксшының мұндай жағдайға тап болғаны таңқаларлық болды. Бірақ бұл туралы ештеңе істеуге болмайды. Жапонияға келгеннен кейін Уорк өз армандарын өзімен бірге алып келді. Бірақ ештеңеге қол жеткізе алмай, үйіне қайтады. Үйде бокстың пайдасы жоқ болғандықтан, қоштасып жатқанда, Уорк оған қолғаптарын беріп, соңғы сөздерін жапон тілінде айтады. Өйткені, көшуге байланысты, ол жапон тілінде сөйлеуге мәжбүр болмайды. Содан кейін Мията Таиландтан оралды, және ол мұны керемет жасады. Өйткені ол жерде 11 жекпе-жекте бір ғана тең ойын және 10 жеңіс болды. Және өзінің алғашқы жекпе-жегімен оралып, оның қаншалықты күшті болғанын көрсетті. Аренадан шығып, Энди мен Миятаның керемет жылдамдықпен алға жылжып келе жатқанын көрсететін даталарды кездестіреді. Оның өзі де жақын арада әлемдік аренада жұдырықтасады. Егер па бейнесі алға жылжуды тоқтатса, онда бәрі бұл туралы тез ұмытады. Акамураны есептемегенде, Лакамагава үшін барлық жауынгерлер соңғы жекпе-жектерінде жеңіліп қалғаны белгілі болды. Сондықтан олардың үшеуіне бір күнде жекпе-жек тағайындалды. Оны үшеуі жеңуге міндетті. Қазіргі жағдайда жеңіске жету мүмкіндігі бірте-бірте артып келеді. Сондықтан Камагава жекпе-жек кезінде Паның көру қабілеті мен зейінін жақсартуға арналған жаттығулар сериясын бастайды. Қосымша қысым жақында болған ұрылар оқиғасынан туындайды. Өйткені Па жапондық болғандықтан, мұндай оқиға онымен қайталанбайды дегенді білдірмейді. Сондықтан ол өзін аямай жаттығады. Бірақ Камагава да өзін аяған жоқ. Ол тіпті суық тиген кезде де бірнеше күн бойы Паны жаттықтырды, сондықтан нәтижесінде ауруханаға түсті. Палатада ол Паға өзінің жеңілісі үшін өзінде кінәлағанын айтады. Өйткені егер ол оған кейбір сәттерді үйретсе, белбеу олардың қалтасында болатынын оқыған. Бірақ өкінуге әлі кеш. Сондықтан ол оған агрессивті жекпе-жек стилін үйрету керектігін айтады. Паның түпкі мақсаты ол соққыға жығылмай тұрып ұру, уақытты босқа өткізбей, Па бірден жаттығуға кетті. Ол соққы жасаған кезде оның қорғанысы ашылатынын, ал қорғаныста болған кезде шабуылға шығу өте қиын екенін түсінді. Сондықтан ол өзін қорғаудың және бір уақытта шабуыл жасаудың жолын табады. Ол шеберлігін шыңдай алмады. Өйткені Залак Агаваның жекпе-жегі қазірдің өзінде басталып жатыр. Аоки өзінің ең жақсы өнерін көрсетіп, матчта лайықты жеңіске жетті. Кимордың жағдайы әлдеқайда қиын болды, бірақ ол да өз жекпе-жегінде жеңіске жетті. Ақыры, аренаға жақында жеңілгеніне қарамастан, бүкіл стадион қолдайтын түрі шығады. Бірақ жеңілуден қорқу ешқайда кетпеді, және жекпе-жектің басталуы оған мүлде көмектеспеді. Және оған ешқандай соққы болмасын, ол шабуылға көшпеді. Алайда, үзіліс кезінде ол өзін әлдеқайда сенімді сезініп, жаттықтырушыға қарсыласын осы раундта аяқтайтынын бірінші рет айтты. Мұның бәрі екінші раундта Ипа үнемі жаттықтыратын қимылды қолдануына байланысты болды. Оның барысында ол денесін үздіксіз айналдырып, үнемі ең күшті соққылар жасады. Содан кейін қарсыласы нокаутқа түсті. Бұл әдіс Демпси соққысы деп аталады, және бұл Камагаваны қатты таңғалдырды. Өйткені ол өзінің бар екенін білмей-ақ техниканы меңгерді. Содан кейін бұл жекпе-жекті санда бақылап отырғаны белгілі болды. Ол олардың реваншын аңсайтынын айтты. Сондықтан оны ерлер шайқасына шақырды. Ол, әрине, одан бас тартпайды. Бірақ оның соңғы рет бергені оның мұны қайталай алатынын білдірмейді. Өйткені қазір санда Иптен әлдеқайда күшті. Бұл оның Экимен жекпе-жегін дәлелдейді. Ол оны бірінші минутта нокаутқа жіберді.
ал Кипа онымен бірнеше раунд бойы айналысты. Құм деңгейіне жақындау үшін Камагава жазғы лагерь ұйымдастыруды шешеді. Егер олар бұрын теңізге баратын болса, бұл жолы Камагава оларды тауға апарды. Онда олар Камагава бұрын бәсекелес болған Накота есімді қарияны кездестіреді. Жалпы алғанда, олар 5 жекпе-жек өткізді. Олардың әрқайсысында 2 жеңіс және 1 тең ойын болды. Олар онымен келіскісі келмейтіні анық. Жігіттердің әрқайсысының өз жаттығу бағдарламасы болды. Бірақ олардың әрқайсысы өте қиын болды. Сондықтан олар бар күш-жігерін салуға мәжбүр болды. Па жаттығулары оның арқасын нығайту үшін өткірленді және оған кейбіреулер көмектесті. Өйткені арқа оның денесінің ең жақсы бөлігі болып табылады. Осыдан кейін Камагава Некотамен алғашқы жекпе-жегі кезінде ол бүкіл матчты басқарғанын, бірақ ең соңында Некота сакиді. Яғни жалған соққыны қолданғанын, соның арқасында ол жекпе-жектің барысын өзгертіп, жеңіске жеткенін айтады. Бұл әдіс қарсыласыңызды жалған соққымен алдауға мүмкіндік береді. Бұл теориялық тұрғыдан сіздің соққыларыңызды 2 есе арттыруы керек, және бұл болашақта олар үшін пайдалы болатыны сөзсіз. Олар қартайғандықтан, олардың әңгімелеріне сену қиын болды. Сондықтан Такамура олардың сөздерінің растығын дәлелдеуге өз еркімен келді. Ол ипті ұрып соғып, Сакидің не екенін көрсетті. Әрине, мұндай техниканы бір күнде үйрену мүмкін емес, сондықтан олар көп жаттығуды жалғастырды. Такамураның жаттығулары қосымша салмақ пен қарқынды жүгіруді білдіреді. Бірақ кейбіреулер мұндай ұзақ жаттығуларға шыдай алмады. Сондықтан Такамура тағы бір жүгіруге жалғыз өзі барды. Оның барысында ол аюмен кездесті. Қашып, құтылу мүмкін емес еді. Сондықтан Такамура онымен күресуге бел буды. Аюдың жойқын күші орасан зор болды, және Такамура бұған дайын емес еді. Сондықтан ол иығынан жарақат алды. Ол бұған басынан соққымен жауап берді. Бірақ бұл үшін аю кеудесін жарақаттады. Такамураның адреналині шегіне жетті және ол аюдың басына үнемі соққы бере бастады. Нәтижесінде аю шыдай алмай құлап кетті. Осы сәтті пайдаланып, Такамура оны аяқтамақ болды. Бірақ бұл аюдың күшіктері қасында болған аю болып шықты. Сондықтан Такамура оны аяп жіберді. Осыдан кейін қасынан өтіп бара жатқан әлдебіреу әлсіреген аюды көріп, өкінбей, жігіттердің күшіктерін пісіру үшін атып тастады. Мұны білген Такамура алдымен ашуланып, содан кейін бірінші рет көзіне жас алды. Міне, олардың жазғы лагері аяқталып, күшейген сайын жігіттер үйлеріне қайтады. Такамура аюды жеңгенін толық пайдаланды, сондықтан бұл оның басты ерекшелігі болды. Бұл журналистерді қуантты. Бірақ оның қуанышын Такамураның жақыны арада әлемдік матч өткізетіні туралы хабар үзді. Әлемдік рейтингте 2-ші орын алған адам Такамураның жекпе-жегін өткізуді сұрады. Бұл оған оңай жылыну болады деп ойлады, және олар үшін бұл өзін әлемге танытуға және әлем чемпионы белбеуіне мүмкіндігінше жақындауға тамаша мүмкіндік. Мұны білген Такамура бірден байсалды бола бастады. Сондықтан бірден жаттығуға кірісті. Бұл шабытты Ипада жеткізді. Ол да боксты тоқтата алмады. Такамураның жекпе-жегі Токиода өтеді, және оны Аоки Икимураның жекпе-жегі ашады. Ол қиын, бірақ жеңіске жетті. Кештің басты оқиғасы Такамураның жекпе-жегі екені анық. Ол өзін Кейттің көмегімен көрсеткісі келіп, өзі жеңген аюдың костюмін жасады. Көбісі аюмен жекпе-жекті әзіл немесе фантастика деп ойлады. Бірақ кеудесіндегі жараларды көрген қарсыласы бірден қорқып кетті. Қарсыласы Такамура әлемдік тізімде 2-ші орында тұр. Яғни қағаз жүзінде жекпе-жек қиын болуы керек. Алайда Такамура бұл жекпе-жекті тек сол қолымен соққылармен өткізуге шешім қабылдады. Яғни ол сөзбе-сөз әлемдегі ең жақсы боксшылардың бірін сол қолымен жеңді. Камагава оған ашуланғысы келді. Бірақ мұндай керемет қойылым оған барлық реніштерін ұмытып кетті. Бұл жекпе-жек Залу Камагавиге айтарлықтай атақ әкелді, және олар жаңа жауынгерлердің көптеп келуіне төтеп бере алмады. Сондықтан Накота оларға тағы да көмекке келді. Ол кейбір жігіттерді жаттықтыра бастады. Оның жақсы жұмыс істегені сонша, адамдар ол үшін ғана келе бастады. Бұл өз залында көшбасшылығын жоғалта бастаған Камагаваға қарсы болды. Бұл жай ғана Неготаның Камагаваға қарсы жаңа жігіттерді құруы болды. Және бұл туралы білгеннен кейін, әрине, ол қатты ашуланды. Бірақ кейбіреулердің пікірінше, мұның бәрі қарапайым қызғанышқа байланысты. Ол барлық уақытын тауда гермит ретінде өткізеді. Ал Камагава жігіттерді жаттықтыруда керемет эмоцияларды бастан кешіреді. Және кешірім сұрағаны үшін Камагава оны кешіреді. Осыдан кейін санда белбеуін бірінші рет қорғады. Ал оның бірінші қарсыласы Солақай болды. Бұл бокс әлемінде оң қолды адам үшін үлкен тікенек. Жекпе-жектің ерекше стилі болғандықтан, Сендке алғашында бұл өте қиын болды. Өйткені оған жақындау үлкен міндет болды. Бұл тіпті Солақайдың қолын жоғары көтеріп, чемпионнан артықшылығын көрсетуге дейін барды. Алайда, осы уақыт ішінде Ипа Сендамен жекпе-жек үшін ол аяғын жаттықтырды және олардың керемет күшін пайдаланып, қарсыласына үлкен жылдамдықпен жақындай алды. Соның арқасында
ол оны нокаутқа жіберді. Осыдан кейін ол бірден Макунучидің микрофонына қоңырау шалды. Содан кейін олардың келесі жекпе-жегі жақын арада Токиода өтеді деп жарияланбады. Бірақ бұған дейін Сенттің өткені туралы аздап айту керек. Сент туылғаннан кейін бірден анасы қайтыс болды екен. Әкесі шошып кетті. Бірақ ол ұлына ең жақсы үлгі болып, оны дұрыс тәрбиелеуге бел буды. Бірақ мәселе мынада, ол өрт сөндіруші болып жұмыс істейді. Және қиындықтардың бірінде ол ұлының құрдасын құтқарды. Бұл оның өмірін құрбан етуге мәжбүр етті. Сент қатты қиналды. Бірақ ол әкесін қатты мақтан тұтты және әрқашан барлығын қорғауға тырысты. Бірақ бір күні ол сәтсіздікке ұшырап, өзін ұрып тастады. Сол кезде ол әлдеқайда күштірек болу керек екенін түсінді. Бұл оның бұзақы болуына әкелді. Көшедегі төбелес оған рахат әкелмеді. Өйткені оған ешкім қарсы тұра алмады. Бірақ ол тек тең дәрежеде күресе алатын нағыз мықты қарсылас тапқысы келді. Бокс оған армандаған сезімдерін сыйлады. Ал Ипа жеңіске жету үшін санда қолынан келгеннің бәрін жасауға дайын қарсылас болды. Олардың соңғы жекпе-жегі өзін төмен сезінді. Санда да, Ипа да бұл жекпе-жектің нәтижесін қабылдамады және олар үшін алдағы жекпе-жек титул үшін күрестен әлдеқайда көп. Ең алдымен, олардың еркектік қадір-қасиетіне қауіп төніп тұр. Жекпе-жектен бір күн бұрын жауынгерлер салмақ өлшеу рәсімінен өтеді. Онда барлығы Ипаның қажырлы жаттығуларының жемісін көрді. Сенданың салмағын өлшегеннен кейін, Ипа осы 2 жыл бойы олардың реваншын асыға күткенін айтады. Өйткені Ипны жеңгеннен кейін ғана ол өзін Жапонияның ең мықты күрескері деп санай алады. Сондықтан екі жауынгер де барын салуға уәде берді. Ақыры жекпе-жек күні келді. Оны көруге барлығы келді. Билеттер небәрі 2 сағатта сатылып кетті. Тіпті Машиба да жекпе-жекті өткізіп жібере алмады. Санда өте ыңғайсыз қарсылас. Өйткені Демпсидің жаңа соққысы ол үшін жұмыс істемейді. Сондықтан жекпе-жек басталған кезде алдап, Ипа бірден Сентке шабуыл жасайды. Және тосын сыйды пайдаланып, Демпсидің соққысын бірден пайдаланады. Оны болдырмауға Сенттің уақыты болмады. Сондықтан алғашқы секундтарда ол нокдаунға барады. Үлкен қиындықпен, бірақ ол орнынан тұрды. Алайда, осыдан кейін бірден потағы да жақсы соққылар жасады. Бірақ бұл жолы санда аяғынан тұрып, оның орнына тікелей соққы берді. Соққы блокқа тиді. Бірақ соншалықты күшті болды. Тіпті По да айтарлықтай жарақат алды. Сенттен кейін ол қатты шабуылға шықты, бірақ По бұған бауырына соққымен жауап берді. Жауынгерлер ашық соққылармен алмастыра бастады. Бұл бірінші раундта нокаутқа түсу мүмкіндігін тудырды, бірақ гонг оларды үзіліске жіберді. Екінші раундта олар қырғынды жалғастырды, бірақ мәселе мынада, олар бір салмақ дәрежесінде болсын. Құмның дене бітімі үлкенірек болды. Яғни ашық соққылармен алмасу ол үшін тиімдірек болды. Және бұл алмасуларға Ипа шыдай алмағаны белгілі болды. Сондықтан матчтың барысы Сентті толығымен басқарып, оны бұрышқа қысып, алмұрт тәрізді ұрып тастады. Бір кезде Ип нокдаунға құлап кете жаздады. Бірақ санда бұған жол бермеді. Ұрып соғуды жалғастырды, тек гонг құтқарып, жеңіліске ұшырады. Ауыр жарақаттардан басқа, бұл жекпе-жекте жеңіліп қаламын ба деген қорқыныш пайда болды. Сондықтан олар 3-ші раундқа шығып, қорқыныштан поза алған кезде. Ипа Сенттің соққыларынан қатты қорыққаны сонша, ол қолының әрбір қимылын ықтимал соққы деп санады. Сондықтан сакиді пайдаланып, Сенда Ипны одан да қатты ұрады. Нәтижесінде Ипа қайтадан бұрышқа қысылып, Сандердің барлық соққыларын сіңіріп алды және бір сәтте құлап кету керек еді. Бірақ жеңілгісі келмеу, оны жоғары көтерді және оның көзіндегі бұл кенеттен шешімді Сент байқады. Сондықтан қатты қауіп төніп тұрғанын сезіп, ол алыстап кетті. Дәл осы сәтте жарыс оларды үзіліске жібереді. Жаттығу жиыны кезінде не бастан өткергенін есіне алып, қорқынышын жеңе білді. Сондықтан ол 4-ші раундқа әлдеқайда сенімді шығады. Ипа ақыры Цендаға жақсы шабуылдар жасай бастады. Содан кейін олар қайтадан соққылармен ашық алмасуға көшті. Бұл жолы Ипа жеңіске жетті. Бірақ бұған жауап ретінде Ценда смешті бірден қолданды және қазірдің өзінде болды. Оны аяқтағалы жатыр еді. Бірақ оның соққысының алдында және оған қарсы шабуыл жасап, Сентті 2-ші рет нокдаунға жіберді. Бұл жолы көтерілу әлдеқайда қиын болды. Бірақ тіпті орнынан тұру да Сет үшін жауынгерлік позицияны ұстану қиын болды. Үлкен рухтың көмегімен ол күресті жалғастырып, осы сәтті пайдаланып, оны аяқтауға көмектесті. Бірақ оның денесі ғана сәтсіздікке ұшырайды және олар гонгтың алдында қатып қалады. Ипаның соққы бере алмағаны бұл үлкен қоңырау. Ол өз денесінің шегінен әлдеқашан асып кеткен. Яғни әрбір раунд ол үшін соңғы болуы мүмкін. Және бұл матчта ғана емес, жалпы бокста. Олар 5-ші раундты жарақаттарының ізі қалмағандай бастады. Соңғы рет бір-бірін илей бастады. Және бұл Амурды қатты күйзелтті. Егер ол қазір Энтті нокаутқа түсірмесе, көптеген жарақаттардың салдарынан жеңіліп қалу қаупі бар екенін түсінді. Бірақ бұл көмектеспеді және бірінші рет нокдаунға түсті. Ал екінші рет бірнеше секундтан кейін Стентте жекпе-жек осымен аяқталып,
Камагава орамал тастағалы тұрған сияқты. Тіпті Ипаның өзі де алғашында өтірік айтуды жалғастыруды ойлады. Бірақ жеңілістен кейін қандай азап шеккенін есіне алып, жекпе-жекті жалғастыру үшін орнынан тұрды. Ип Сенданың жағдайын пайдаланып, жекпе-жекті көптеген соққылармен аяқтауға тырысты. Бірақ оларға жауап ретінде ол сүйектерін сындырып, қабырғаға соққымен жауап берді. Келесі раундта олар өз стратегияларын ұстануды жалғастырды. Сендтің басынан ұрып, қабырғаға қатты соққымен жауап берді. Олар ұрып соғуды және соққыларды қабылдауды жалғастырды. Бірақ бұл раундта ешкім құлауға келіспеді. Тіпті үзіліс кезінде олар бір-біріне өздерінің жауынгерлік рухын көрсету үшін отырудан бас тартатын деңгейге жетті. Мәселе мынада, алған жарақаттардың жиынтық әсері бар және қамшымен күресуге аз ғана күш қалды. Яғни бұл раунд оның соңғысы болады. Мұны түсініп, Демсидің соққысын қолданады. Бірақ Сент бұған дайындалып жатыр. Сондықтан оны ұстап тұрып, оның бетіне қатты соққы береді. Бірақ сонымен бірге Ипа тағы да қабырғасынан ішеді. Бұл Сенттің мұндай алғашқы соққысы емес болғандықтан, ол жай ғана шыдай алмайды. Содан кейін және Посакидің қимылын, Жиреннің соққысын және соңында Демсидің соққысын пайдаланып, Стентті еденге қойды. Бұл соққылар мақтауға тұрарлық емес еді. Бірақ соған қарамастан Стент көтерілуге күш табады. Алайда оның денесі оның рухынан әлсіз болып шықты. Сондықтан ол ауруды жалғастыра алмады. Демек, ол бокстан Жапония чемпионы атанды. Бұл жекпе-жек көрермендерге және жекпе-жекке қатысушылардың өздеріне көптеген эмоциялар сыйлады. Сондықтан санда олар әлі де кездесеміз деп уәде берді. Бірақ бұл енді маңызды емес, өйткені IP ақыры белбеуін алады. Паның бастапқы мақсаты күшті болу дегеннің не екенін анықтау болды. Ол Жапония чемпионы болғаннан кейін бәрін түсінемін деп ойлады. Алайда ол болғаннан кейін ол ештеңе түсінбеді. Сондықтан ол бокс әлемінің шыңына шығуды мақсат етіп қойды. Ал Камагава қайтыс болғанға дейін әлем чемпионы болады деп үміттенді. Енді не болатынын екінші маусымда білетін боламыз. Ол туралы видео ертең шығады. Лайк басуды және менің YouTube және Telegram каналдарыма жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.